Адамзат тағдырының жыршысы. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында Олжабай батырдың тікелей ұрпағы Омархан Сүлейменұлы мен Фатима Бәделбаеваның отбасында дүниеге келді. Орта жүздің арғын тайпасы Сүйіндік руының Айдабол тармағынан шыққан. Олжас 1954 жылы Маншук Мәметова атындағы номер 28 орта мектепті аяқтаған соң, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геологиялық барлау факультетіне оқуға түседі. Әдебиетке 1955 жылы араласа бастайды. 1959 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түседі. Өкінбеймін, желкем күні мен бірге, сәттеріме айдын көлге термілген. Өкінбеймін, қалжыратып жұмыстан күндеріме аш жатуға көндірген. Өкінбеймін, сәттеріме мен іштен тамшы суды кім-кіммен де бөліскен. Өкінбеймін, түнде күртік қар кешіп, күндіз түтін жұтқаныма еңісте. Өкінбеймін, ажал қару асынған, осы қазір табылса да қасымнан. Өкінемін, өтпейді-ау деп қайталап, бар тағдырым тағы да бір басымнан. Деп жырлайды ақиық ақын Олжас Сүлейменов.